Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты деп хабарлады. Алматы ақшам.кз қазақ ақпаратқа сілтеме жасап. Зейнетақы мөлшерін арттыру және де жүйенің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жыл басында базалық және де еңбек зейнетақыларының мөлшерін есептеу параметрі өзгертілді. Саралап көтеру тетігін қолдану нәтижесінде ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері 21%-ға дейін өсті. Бұл зейнетақысы төмен зейнеткерлер үшін әлеуметтік қолдау болды. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді, дейді министр. Оның атап өтуінше, әлеуметтік кодекстің БЖЗ салымшысы өзінің зейнетақы активтерінің 50%-дан аспайтын бөлігін дербес таңдауы бойынша жеке басқарушы инвестициялық компанияларға беру мүмкіндігі көзделгенін айтты. Жыл басынан бастап қолданысқа енгізілген отбасының цифрлық картасы проактивті қызмет көрсету құралы ретінде толыққанды жұмыс істеп тұр. Есепте кезеңде 800 мыңнан астам азаматқа проактивті қолдау шаралары ұсынған SMS жолдады. Оның ішінде 650 мың азаматқа төлемдер проактивті түрде, 95 мың азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы тағайындалды, деп Тамара Дүйсенбаева. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.